Қайырлы күн, барша тыңдарман қауым YouTube каналына тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер. Туа бітті мінез өзгере ме? Адамның табиғатында туа бітті мінезі болады. Ол өзгереді һәм өзгермейді. Бұл түйінді қалай түсінуге болады? Бір биеден ала да туады, құла да туады демекші, бір әке-шешеден дүниеге келген балалардың әрқайсысы бір-бір әлем, өзінше мінезге ие. Біреуі қайсар, екіншісі жұмсақ, үшіншісі жомарт, төртіншісі көшбасшы дегендей. Әрқайсының бедерленіп алдыға шығып тұрған ерекше қасиеті, өзгеше қабілеті бар. Мәселе адамға берілген осынау қабілет қарым-дәнектерін дұрыс бағытта жетілдіруде. Өйткені кез келген жақсы жаман мінездің әу басты адам табиғатындағы мәйегі мен өзегі біреу. Мысалы, кішіпейілділік пен ынжықтықтың, үнемшілдік пен сараңдықтың, жомарттық пен ысырапшылдықтың өсіп шығатын тамыры біреу. Дұрыс қолдансаң қасиетің, теріс қолдансаң қасіретің болмақ. Үлкенді сыйлайтын көркем мінез иесі болсаң кішіпейіл, ал бүгежіктеп көрінгенге бас изең ынжық атанасың. Сондай-ақ өркөкіректік пен тәкаппарлықтың да өзегі біреу. Оны жақсылыққа жұмсасаң, Хаттабтың Омарындай мінезі өр, әділетті халифа боласың. Ал теріс жаққа қолдансаң, Перғауындай жауыз боласың. Әзіреті Омардың исламға дейінгі өміріне көз жүгіртсек, мінез тұрғысынан кейінгі Омармен көп айырмашылықты байқай алмайсыз. Омар ол кезде де көшбасшы, айбатты, тік мінез, айтқаннан қайтпайтын қайсар, намысшыл еді. Осы мінезін дұрыс бағытта қолданбағандықтан көбіне қатыгездікке, әлімжеттікке бой алдыратын, ал жүрегі иман шуағымен нұрланып, ислам қағидаларымен қуаттанғаннан кейінгі Омар әділетсіздікті көрсе найзағайдай жарқылдап, күнде күркірейтін өр мінез, айбынды, қарақылды, қақ жаратын әділді мейірбан халифаға айналды. Омардың туабытта табиғи мінезі өзгерген жоқ, тек дұрыстыққа бет алды, кемелденіп жетілді. Парасатты, сабырлы да ұстамды жомарт Әбу Бәкірдің де, жібектей жұмсақ биязы Османның да мінезі өзгерген жоқ, тек жақсы жаққа кемелдене түсті. Абай Құнанбайұлының мен егер закон қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілін кесер едім деп кісі бойындағы табиғи мінезін түбегейлі өзгертуді емес, оны жақсы жаққа бұруға, кемелдендіруге болатындығын айтып отыр. Асыл тас. Баяғыда бір патшаның өте бағалы асыл тасы болған екен. Бұл бұйым талайдың түсіне кіріп ұйқысын қашырыпты. Күндердің күнінде бір кәсіби ұры асыл тасты қайтсе де қолға түсірудің жоспарын жасап ұрламаққа бел буады. Бәрі жоспардағыдай жүзеге асып, тасты патша сарайынан ұрлап шығады. Алайда есік алдына күзетші ұрыны байқап қалып артынан қуа жөнеледі. Қашып құтылмасын білген ұры қолындағы тасты көшеде ұйықтап жатқан қайыршының қалтасына сүңгітіп жібереді де өзі әрі қарай қашады. Қашып бара жатқанда арқасынан оқ тиіп мерт болады. Ал қалтасында ең бағалы асыл тас бар екенінен хабар жоқ қайыршы таңертең оянады да баяғы тіленшілік өмірін әрі қарай жалғастыра береді. Егер қолын қалтасына салса, асыл бұйымды байқар еді. Оны сатса, байлыққа кенеліп, өмірі күрт өзгерер еді. Бірақ қайыршы бұрынғы әдетіне салып, қолын қалтасына салмастан, тақыр кедей күйінде өмірін жалғастыра береді. Уақыт зулап өтіп жатады. Күндердің күнінде қайыршы да өмірден озады. Ал асыл тас кір басып шіріген киімінің қалтасында қала береді. Бұл қиссадан не түсіндік? Біздің тұла бойымызда асыл тас сияқты қымбат қабілет қарымдар бар. Алла Тағала адам баласына не бір қасиетті тегін тарту еткен. Алайда қиссадағы қайыршы секілді көп адам өзіндегі бағалы тасын, яғни қабілет қарымын білместен, бағаламастан, пайдаланбастан, бойындағы қазынаның кілтін тауып аша алмастан, мүмкіншіліктерін жетілдіріп дамытпастан, мына жалғаннан өтіп жатыр. Ендеше, өз бойыңдағы асылыңды ашуға ұмтыл. Еңбектен, ең бастысы өзіңе сен, қалтаға қолыңды сал. Абайдың өзіңе сен, өзіңді алып шығар, ақыл мен қайратың екі жақтап деген өсиетін үнемі есте ұста.
Ұлт ретінде қазақтар Аллаға шүкір жан-жақтымыз, қабілетіміз де басқадан артық болмаса кем емес. Қазақтың қолынан түк келмейді. Қазақ еріншек дегенді доғарып, халықты оятуымыз керек. Алаш көсемі Әлихан Бөкейхан кім шебер болса, жалықпай талмай ізденсе, бірігіп тізе қосып әдіс қылса, ғұмыр бәйгесі сондікі. Қазақта тып-тыныш жатып еріншек еш нәрсе қылмайды деп ойламаңдар. Олар қайратты, жұмыстың бәріне жарайды, бірақ оларды қозғау керек дегені аса көреген пайым.